Қайырлы күн, оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қасым ханның тұсындағы қазақ хандығы. Белгілі тарихшы, әдебиетші Мұхаммед Хайдар Дулати қазақ хандығы 1465 жылы құрылған дейді. Қазақ хандығының негізін қалаған Ақ Орда ханы Ұрыс ханның ұрпағы Керей мен Жәнібек сұлтандар. Қазақ хандығында билік ата-баба дәстүрін жалғастырып, мұрагерлік жолмен берілді. Дегенмен жас үлкендігі де ескерілді. 1511-1518 жылдары ел билігін өз қолына алған Жәнібектің баласы Қасым. Қасым ханның тұсында қазақ хандығының өрлеуін сол кездегі ортағасырлық авторларда атап өткен. Құрметті оқушылар, назарымызды бейнефильмге аударайық. Қазақ хандары топтамасы. Қасым хан 1511-1521 жылдар аралығында билік құрған. Қасым ханның қасқа жол аталған дәстүрлі қазақ қоғамындағы әдет ғұрып заңдарының жиынтығын қолданысқа енгізген. Қазақ хандығының күшеюі және нығаюы Қасым ханмен тікелей байланысты. Ол ширек ғасырға жуық күресіп, оңтүстікте Сығанақ пен Сауранды белсенді саясат жүргізіп, батыста ноғайлардың бір бөлігін қазақтарға қосты. Қасым хан тұсында қазақ әскерінің саны 200 мың, халқының саны 1 миллионға жетті. Шекара батыста Еділге, оңтүстікте Ташкентке дейінгі жерлерді қамтыды. Орыс деректері бойынша Қасым хан 1521 жылы қыста қайтыс болып, сарайшықта жерленген. Қазақ тарихындағы ішкі-сыртқы саясатты жүргізуде Қасым ханның рөлі зор еді. Ханның тұсындағы ел ішіндегі ішкі саясат. Қасым кезінде қазақ хандығының қуаты мен беделі алыс елге танылды. Осы кезде ханның қол астындағы халықтың саны 1 миллионға жетті. Тұрақты әскер құрылып, әскер саны 300 мыңнан асты. Хандықтың саяси, әкімшілік, сауда орталығы осы кезде Сырдария бойындағы Сығанақ қаласы болса, кейінде Түркістанды өзіне қаратып, ел астанасы қылды. Мемлекеттің қоғамдық өмірінде қайшылықтарды болдырмау үшін бірқатар заңдар ережелерін жасады. Бұл дала тарихында Қасым ханның қасқа жолы деген атаумен ел аузында қалды. Заң 5 бөлімнен тұрды. Құрметті оқушылар, сіздер Қасым ханның тұсындағы ішкі саясат бөліммен таныстыңыздар. Алған білімдеріңізді тексеру үшін Білімленд порталындағы 6 сыныпқа арналған 6 бөлімнің 3 тапсырмасын орындауға шақырамын. Қасым хан хандықтың кеңеюі мен нығаюына белсене араласып, өз елін алыс жақын елдердің бәріне танымал етті. 15 ғасырда ұлан байтақ қазақ жерін айтарлықтай кеңейтті. 1513-1514 жылдары Сыр бойындағы қалаларды, батыс Жетісу, оңтүстік Қазақстан өңірлерін өзіне қаратты. Батысындағы көршісі ноғайлардың ішіндегі ішкі қайшылықтарды пайдаланып, Маңғыт руындағы сұлтандарды қазақ хандығының билігін мойындатуға мойынсұтты. Сөйтіп, қазақ хандығының шекарасын батысында Жайық, солтүстігінде Ұлытау етегіменен, шығысында Балқаш, оңтүстігіндегі Сырдария, Ташкент өңірлерін қамтыды. Қасым хан сыртқы саясатта айтарлықтай жетістіктерге жетті. Көршілес елдермен экономикалық, дипломатиялық байланыстар жасады. Құрметті оқушылар, Қасым ханның тұсындағы қазақ хандығының сыртқы саясаты бөліміндегі алған білімдеріңізді толықтыру үшін сіздерге берілген жүктемедегі құжатты ашып, 2 тапсырманы орындаңыздар. Онда сіздер бірінші тапсырмада мәтіннен жұмыс жасайсыздар, екінші тапсырмада мәтіннен алған ақпаратты картаға жүктейсіздер. Бүгінгі сабақтан алған тақырыптағы мағлұматтарды толықтыру үшін үйде 43-ші тақырыптағы мазмұнды оқып мазмұндаңыздар.
Қасым ханның қасқа жолы кестесін толтырыңыздар. Және де 6 сынып 6 бөлім 1 тақырыпта Білімлен порталында берілген 4 тапсырманы орындаңыздар. Бүгінгі сабақтан алған білімдеріңізді нақтылау үшін төмендегі сұрақтарға жауап беріңіздер. Ол үшін дәптерді қолданайық. Қасым хан ел билеген жылдар Қасым ханның ұрпағы. Орыс деректерінде Қасым қай жылы қаза болды? Қасым ханның кезіндегі Астана қай қала? Қасым қазақтың нешінші ханы? Құрметті оқушылар, төменде берілген сілтемені баса отырып, жоғарыда Google форм форматында берілген тапсырманы орындаңыздар. Онда сіздер бүгінгі сабақтан алған білімдеріңізді нақтылап, сабағыңызға кері байланыс бересіздер. Бүгінгі сабақта қолданылған материалдарды Білімленд порталындағы Қазақстан тарихы сынып пәні бойынша 6 сыныптарға арналған ресурсты пайдаланамыз.